Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен бүгін сендерге алып біл әңгімесін баяндап берем. Тал түс, шыжыған ыстық, айнала тып-тыныш, тірі жан көрінбейді. Барлық жануарлар көлеңкеде тығылып дем алуда. Алып біл де үлкен ағаштың көлеңкесінде дем алып жатыр. Ол түскі ыстық басылып, салқын түсуін күтуде. Анда-санда ұзын тұмсығымен жан жағындағы құмдарды үстіне құйып, арқасын ұсақ жәндіктерден тазалауда. Тазалығы аяқталғанда алып біл маңайына баяу көз тастады. Жан жағы айнала өсіп тұрған ағаштар мен жаңа отырғызылған шыбықтар, жап-жасыл көк майса. Бағана ғана шөпке тойған, бір жегенде қарына ас кетпейтін өзі де біледі, бірақ күні бойы су ішпегендіктен қатты шөлдеді. Жақын маңайда су көрінбейді. Алып біл тұмсығын тік көтерді де ауаға барлау жасай бастады. Үлкен ағаштарды құлатуға жарайтын тұмсығы сәл көтерілсе болды, алыстағы судың иісін тез сезе қоятын. Ана бір дөңнің ар жағында су бар сияқты. Судың иісін сезген дөңге бару үшін орнынан енді тұра бергенде, ту сыртынан бір дауыс естілгендей болды. Жіп-жіңішке дауыс. Өзі көлеңкелеген ағаштың басынан естіледі ме, қалай өзі? Сәлеметсіз бе, піл-аға? Маған аз ғана көңіл аударасыз ба? Япыр-ай, бұл кім өзі? Алып біл таңданыспен басын ақырын солға бұрды. Мұндамын, піл-аға. Алып біл енді жоғары қарады. Сонда ғана биіктеу бір бұдақтың басында отырған тиінді көрді. Қоңыр көздері бадырайып, жалт-жұлт етеді. Өзі сондай әдемі. Қолындағы жаңғағын кеміріп қояды. Өзі көңілді. Мені шақырған сен бе, балақай? Деді алып біл. Я, мен ғой, піл-аға. Жаңа су іздедіңіз бе? Тұмсығыңызбен жан-жаққа барлау жасағандай болдыңыз. Анам ылғи айтушы еді, пілдер өте алыстағы судың өзін сезе алады деуші еді. Соны кезіксе пілдің өзінен сұрайыншы дейтінмін. Айтыңызшы, осы рас па? Ол рас, деп құптады піл. Біз тіпті мынау үлкен құлағымызды тосып, ешкім ести алмайтын қашықтықтағы судың даусын да ести аламыз. Міне керемет! Тиін өз таңданысын жасыра алмады. Піл сөзін ары қарай сабақтады. Судың орнын сезе білу бізге көп көмектеседі. Өзің ойлап қараш, Раббымыз бізге бұл нығметті бермегенде, алып денемізбен су іздеп жүре беру бізге оңай тиер ме еді? Тез шаршар едік. Бұл Алла тағаланың бізге көрсеткен мейірімділігі. Бұны естігенде кішкентай тиін көзі жайнап, өзінше құлықтана бастады. Раббымыз мейірімін көрсеткендерді, әсіресе әлсіздерге көмектескендерді жақсы көретін болғаны ғой. Солай емес пе? Әрине солай. Ендеше Раббымыз сізді де қатты жақсы көрсін десеңіз, мені өзіңізбен бірге бара жатқан жағыңызға ала кетуіңіз керек. Өйткені мен де қатты шөлдеп кеттім. Алып біл тиіннің сөзіне жақсылап тұрып күліп алды. Мына тиін өзі кіп-кішкентай болғанмен ақылды екен. Сізге салмақ түсірмес үшін жаяу жүрейін, деді тиін. Жоқ, достым, қайдағы салмақ? Онсыз да кішкентайсың. Менің бір саусағымдай ғана денең маған салмақ болады деймісің? Керісінше маған серік болып жолдасым боласың. Кішкентай тиіннің қуанышы қойнына симай,
бұдақтың үстінен түсіп, секіріп пілдің арқасына мініп алды. О, қандай жақсы, сізге көп рахмет. Оқасы жоқ, балақай. Осылайша алып піл мен кішкентай тиін суға қарата тартты. Кішкентай тиін өзінің жіп-жіңішке даусымен: танысып қояйық, деді. Менің атым Джим-Джим. Сіздің атыңыз ше? Менің атым Алып піл. Алып піл дегенді естігенде тиын өз құлағына өзі сенбей қалды. Таң қалғаннан екі көзі шарасынан шығып кете жаздады. О, сіз әлгі атақты Алып пілсіз бе? Алып піл күлімсіреп: дәл солай. Атымды сен де естіген екенсің ғой, ә? Джим-Джим қобалжып: сізді бәрі таниды. Әсіресе басыңыздан өткен оқиғаны, жануарлар арасында аңызға айналғаны қашан? Сол әңгімені шіркін өз аузыңыздан естісем деп армандайтын едім. Соның орайы қазір келіп отырған сияқты. Маған сол әңгімені айтып бересіз бе? Алып піл үлкен құлақтарын желпіп, аздап салқындатып алды да: әрине, онсыз да жолымыз ұзақ. Алып піл терең тыныстады да әңгімесін одан ары бастап кетті. Ол оқиға бұдан көп жыл бұрын болатын. Мен Эфиопия әскеріне қызмет ететінмін. Ол кезде әрі жас болғандықтан жер бетіндегі ең ірі, ең күшті піл едім. Мен көптеген соғыстарға қатыстым. Соғыста менің күшім үлкен рөл ойнаушы еді. Бір күні мені ұзақ жолға дайындап, Әбіраханың еліне жіберді. Түсінгенім ендігі жерде Әбіраханың әскеріне қызмет ететін болыппын. Әбіраха деген кім? Деп сұрады кішкентай тиін. Ол Йемен елінің билеушісі. Ол қандай адам еді? Нашар адам. Өте нашар адам. Естуімше қажылық мезгілінде елдің қағбаға ағылуын іштей қатты қызғанады екен. Қағбаның зияратына кедергі болып, халықты өзіне тартпақ ниетпен алтын, күміс сияқты бағалы тастармен әшекейлеп тұрып, биік шіркеу салғызыпты. Бірақ еңбегі еш кетіп, елдің қағбаға бару тоқтамапты. Әбіраханың қағбаға өшігіп, шіркеу салғызғанын естіген бір араб түнде келіп шіркеуді ластап кетіпті. Бұны естіген Әбіраханы ашу қысып, жарыла жаздаса керек. Содан кейін не істеді? Арабтар бұны менен өш алу үшін әдейі істеді. Мен олардың қағбасын қираттап тынбаймын, деп елдің көзінше ант су ішіпті. Ой Құдайым, жар бола көр, шынымен-ақ нашар адам болған екен ғой, ә? Ол кезде Меккеде Құрайыш тайпасының басшысы Әбділмүтәліп еді. Мұхаммед пайғамбарымыздың атасы Әбділмүтәліп пе? Я, бірақ ол кезде пайғамбарымыз әлі туылмаған. Әбіраха Әбділмүтәліпке елшісін жіберіп, қағбаны жығуға келгенін хабарлады. Сөйтті де Әбділмүтәліптің 200 түйесін тартып алып қойды. Әбділмүтәліп не деді? Әбділмүтәліп қағба Алланың үйі, сондықтан оны Алланың өзі қорғайды деп, Әбірахадан өзінің 200 түйесін қайтаруын сұрады. Әбділмүтәліптің өз түйелерін ғана уайымдағанына Әбдіраха қатты таң қалды. Өйткені Әбділмүтәліп келіп, қақбаны жықпа деп жалынып, аяғына жығылар деп күткен еді. Ал Әбділмүтәліп өзінің бұл ісінің мәнін: мен түйелеріме ғана иемін. Қағбаның өз иесі, өз қорғаушысы бар. Ол қағбаны міндетті түрде қорғайды деген терең сенімнен түсіндірді. Халық қандай күй кешті?
Біз Меккеге жақындағаннан ақ қаланы тастап жапа тармағай тау басын паналаған еді. Сіздер не істедіңіздер? Мен әлі Әбраханың әскерімен бірге едім. Ерте азанда қалың қол қозғала бастаған кезде жол бастаушымыз Нүпәйлақ құлағыма сыбырлап: «Шөк, ей, алып біл, одан да аман есен келген жеріңе қайт. Бұл жай жер емес, қасиетті жер», деді. Нүпәйілдің әлгі сөзінен кейін Әбраханың пиғылынан сезіктене бастадым. Демек, мені бұзық істерге итермелемек сияқты. Дереу төрт табандап жерге жатып алдым. Алланың ашуын туғызудың мұндай жаман іске араласқым келмеді. Сіз ешкім тұрғызуға тырыспады ма? Тырысқанда қандай? Жим-жим. Мені әдейі алға салып әкелген жоқ па? Сол үшін әскерлер мені тұрғызу үшін бәріне барды. Бірақ түк шықпады. Басымды Меккеге қаратса, аяқ баспай шөгіп жатып алдым да, басқа жаққа бұрса, дереу жүгіре жөнелдім. Тиын көздері бақырайып, әңгімені беріліп тыңдап келеді. Әңгіме шынымен де қызық екен. Барлық керемет сол кезде басталды. «Не болды сонда?» деп сұрады Тиын одан сайын тыпыршып. «Қайдан келген білмеймін. Бір уақытта аспан, әбәбіл құстары қаптап кетті. Қарлығашқа ұқсайтын кішкентай құстардың барлығын аузында, аяғында ұсақ тастар бар еді. Құстар әлгі тастарды Әбраха әскеріне жаудырды. Тас деген әскерлердің сол мезет қалай қырылғанын көрсең». Әбраха не істеді? Ол да тиген тастардың бірінен жарақат алып көп ұзамай өлді. Қағбаға қарай аяқ баспай қойғандығым шығар. Мен аман қалдым. Көріп тұрсың ғой, әлі күнге дейін өмір сүріп келемін. Одан кейін не болды? Артынан өсер жауын жауып тұрып алды. Пайда болған сәл Әбраха әскерінің өліктерін түк қалдырмай шайып кетті. Жим-жим, білесің бе, бұл оқиға қасиетті Құран кәрімде де айтылған. Мен Құран оқылып жатқанда естігенмін. Піл сүресінде былай делінген: «Раббыңның піл иелеріне не істегенін көрмедің бе? Олардың айла тұзағын іске асырмай қойған жоқ па? Олардың үстіне құстарды бірінен кейін бірін жіберді. Құстар оларды ұсақ тастармен атқылады. Раббың оларды желінген топандай етті». Тиын айтылған әңгімені беріліп тыңдады. Демек, Алла тағала қара ниеттілерді жазалап, жақсыларды үнемі қорғайды екен. Көп-көп рахмет. Айтқаныңызды ұмытпаймын. Алып біл мен кішкентай Тиын су бастауына да келіп жетті. Олар суды қанып ішкен соң, осындай нығметтерді нәсіп еткен Аллаға шүкір етті. Екеуі бұдан былай ажырамас досқа айналды.